Атыраудағы трагедия. Қос күдіктіні елге жеткізген сәттің бейнежазбасы жария болды. Атырау облысына қарасты Жангелдин елді мекенінде орын алған трагедияға қатысты күдіктілердің елге жеткізілген сәтінің бейнежазбасы жария болды. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. КТК телеарнасының Атырау облысындағы тілшісі Жанат Молдашева аталмыш оқиғаға қатысты былай деп жазды. Сұлтан Сәрсемалиев және Ақбаян Мұханғалиева Ломбок аралында қолға түсті. Оларды Қазақстан билігі адам өлтіру ісіне қатысы бар деген күдікпен іздеген. Тексеруден кейін күдіктілер Индонезия полициясының арнайы тобының бақылауымен Балиден Алматыға жеткізіліп, 8 наурыз күні Алматы халықаралық әуежайында Қазақстан полициясына тапсырылды. Бұл операция Индонезия құқық қорғау органдары мен Интерпол арқылы халықаралық полициялардың тиімді ынтымақтастығын көрсетті, деді журналист. Қадірлі көрермендер, бұл істі ел болып бақылап отырғандай әсер бар. Осындай ауыр қылмысқа байланысты күдіктілердің ұсталып, елге жеткізілгені тергеудің алға жылжып жатқанын көрсетеді. Халықаралық деңгейде бірлесіп жұмыс істеп, күдіктілерді табу оңай шаруа емес шығар. Дегенмен, қазір ең маңыздысы істің толық әрі әділ тергелуі. Қоғамда түрлі пікір айтылып жатқаны бар, бірақ нақты шындықты тек тергеу нәтижесі ғана көрсетеді деп ойлаймын. Марқұмдардың туыстарына өте ауыр жағдай екені түсінікті. Сондықтан бұл істің ақ-қарасы анықталып, заң бойынша әділ шешім шықса екен деген тілек бар. Мұндай қайғылы жағдайлар қайталанбаса екен. Адам өмірі бәрінен қымбат деп ойлаймын.